алдындағы видео салған видеоға байланысты айта кетейін дегенім. Сол кезде мынау заң қабылдап жатыр ғой, иә. Жеке кәсіппен айналысуға болады деп мынау билікте жүрген адамдарды. Мысалы деймін да, мынау директор школы болады, иә, мектеп директоріне рұқсат дейді жеке кәсіппен айналысуға. Бірақ өзі істеп отырған мектепте болмайды дейді. Сол кезде қалай сонда мынау қасындағы тұрған мектептерге барып, өзін жеке кәсібін ашуға болады. Ол жақтағы директор мына мектепке келіп, сыбайлас болмай ма сонда бәрі дегенім ғой. Қалай деп ойлайсыздар сіздер? Мынау енді шектен шықпай ма? Менімше, билікте отырған адам бол, мынау кім, директор школы болсын, тағы бір не болсын, мемлекеттен ақша алып отырған адам жеке кәсіппен ондай орындарда тұрмау керек. Өйткені ол лобби болады, өзін кәсібін олар дамытуға тырысады. Сонымен нетіп пользоваться етіп. Сол мен айтарым.